қосалқы резерв күзетшілері жыл сайын тізімде тәртібіне сәйкес, кәсіби мамандығына сәйкес, денсаулығына сәйкес тұрақты күзетшілер орнын босаған кезде тұрақты күзетшілерге ауысып отыруы тиісті. Мен жұмысқа келген кезімде қосалқы резерв тізімінде 264 адам болатын күзетші. Бір күзетші екі кезек тіркелген, сондықтан 263 адам болатын. Мен жұмыстан кеткен кезімде тізімде 215 күзетші қалды. Мен жұмысқа келген кезімде қосымша бұйрықпен осы қосалқы резерв жұмысын маған жүктелді. Негізгі мамандар бөлімінің жұмысы болатын. Оның себебі көптеген кемшіліктер бары айтылып, тәртіпке келтіру бұйырылды. Бұл жерде де тәртіптің жоқтығын, сыбайластық барын анықтады. Нысан басшылары жұмысқа өздеріне жақын жуық күзетшілерді алып алған. Басым көпшілік жұмысқа жылы, жайлы жерлерге, сағаты көп шығатын жерлерге бірінші жақын жуық күзетшілерді жібереді. Кейбір қосалқы резерв күзетшілері жұмысқа мүлдем шықпайды. Оларға тізімде тұрса болғаны. Маңызды оның себебі тұрақты күзетші болу. Кейін Өзенмұнайгаз акционерлік қоғамына жұмысқа ауысу. 5 қосалқы резерв күзетшінің кезектен тыс тізімдегі кезектік тәртіпті сақтамай, тізімде 101 дегенсінші бола тұра, тұрақты күзетші болып кеткендерін анықтадым. Қосалқы резерв күзетшілерінің айтулары бойынша ол одан да көбірек, бірақ жазып беруге қорқады. Қосалқы резерв күзетшілерінің міндеттері тұрақты күзетшілердің міндеттерімен бірдей бола тұра, бірақ тұрақты күзетшілердің еңбек сағаттарының төлем ақылары қосалқы резерв күзетшілердің еңбек сағаттарының төлем ақыларынан артық. Оның үстіне қосалқы резерв күзетшілеріне ешқандай әлеуметтік төлем ақылары, сыйақылары, соцпакет төленбейді. Бұл жұмыс беруші мен қосалқы резерв күзетшінің еңбек шартының 2-ші бабында қызметкерлердің функциялары, құқықтары мен міндеттері 2-2 тармағы 9-шы тармақшасында көрсетілгендей, қандай да бір кемсітусіз бірдей еңбек, бірдей ақы төлеуіне деп көрсетілген. Ал енді сол еңбек шартының 3-2 бабында 3-ші тармағында нақты ауыстыратын штаттық қызметтің бастапқы базовый тарифі бойынша жұмыс істеген уақытына сәйкес еңбек төлемін жүргізуге деп көрсетілген. Олай болса, бастапқы, орташа, соңғы тарифтер болғаны ма? Қосалқы резерв күзетшілеріне арнайы киім, кешек берілмейді. СИЗ, спецодежда, средства индивидуальной защиты өздерінің қаражатына сатып алады. Бұл жұмыс беруші мен қосалқы резерв күзетшінің еңбек шартының 3-2